Өйткені бала аттестат алғанда да сондай аттестатпен жүреді. Бала сол жерде білім алса да солай жүреді. Мен шынымды айтсам оған сенбедім. Мен Алматыға барған кезде сол мектепке арнайы бардым. Маңдайшасында да бүкіл жерде солай тұр екен. Сондықтан да білімдегі кедейшілік мәселесі бар. Былтыр Асхат Қанатұлы мектеп формасына 37 мың теңгені формамен емес, қаржылай отбасыларға баруына көп үлес қосты, қаулының қабылдануына. Бұл секілді шаралар қабылдануы қажет. Жалпы білімдегі кедейшілік мәселесі орын алып тұр, ушығып тұр, соны шешуге өздеріңіздің бір ойларыңызды айтсаңыздар. Сосын жаңа Еділ Сабырұлы өзінің ойын айтты ғой енді. Ата-аналар академиясына мен шын күмәнмен қараймын. 3 ауысымды мектепте ешқандай ата-ана академиясы болуы енді күмәнді. Біз қазір әлеуметтік желіні ашып қарасақ, мұғалімге ұмтылған ата-ананы көреміз.